Қайырлы күн, Балеркем YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлнар. Бүгін сіздермен осындай балаларға арналған шалбар тоқитын боламыз. Бұл базалық моделі. Өлшемі 9 айдан 12 айға дейінгі балалар үшін. Бірақ енді балалар бізде әртүрлі, сондықтан өлшеміне қарай өздеріңіз мүмкін кішірейтіп немесе үлкейтіп тоқып алсаңыздар болады. Олай болса, бірінші біз бұны жақыннан көрейік. Міне осындай белінде резинкасы бар тоқылған. Ішінде осындай шнуры кіріп тұрады. Бұл белден түсіп кетпеу үшін тартылып тұрады. Және артында мынандай тоқылған артығырақ, бұл памперске арналған орын. Жалпы арқасын жақсылап ұстап тұру үшін. Және мына жерінде міне бұл росток деп аталады, бұл росток деп аталады. Яғни бала киген кезде өте ыңғайлы болады, белі түсіп кете бермейді. Және жөргек киген кезде белі ашылып қалып, немесе тартып қысып қалмайды. Шнуры да осындай орташа, қатты қалың емес, қатты жіңішке емес. Өйткені қатты қалың болса арқасына батып қалуы мүмкін. Қатты жіңішке болса қиып кетуі мүмкін. Сондықтан осындай орташа қылып тоқылды арнайы. Және мынау жерлерінің барлығы міне осылай биік посадка дейді ғой, на высокой посадке дейді ғой орысша. Сондай биік жасалды. Өйткені бұл жаңа айтқан 9-12 айында нағыз қозғалыс уақыттары, еңбектейді, кейбір біраз балалар еңбектейді, бәрі жүріп кетпейді. Сондықтан ыңғайлы болу үшін осылай ішін толық жауып тұру үшін әдейі биік посадка таңдалды. Міне әдейі осылай ұзын қылып тоқылды. Бұл өте ыңғайлы. Және бұл жерде, мына жерінде ластовица деген орын бар. Бұл жүргекке арналған орын, яғни және бұл қозғалған кезде қозғалысын шектемейді. Бұл жерде арнайы осы жерде, мысалы, памперс тұрса да, немесе бала былай қатты активно қозғалса да, еркін қозғалу үшін қажет. Және міне осындай екі саны тоқылған бірдей болып, сосын мен бұл жерде отворот, яғни мынау резинкасын кішкене ұзынырақ тоқыдым. Міне осылай ұзынырақ тоқыдым. Өйткені бұл не үшін ұзынырақ тоқылды? Өйткені алдағы уақытта сіз мысалы бала өскенде оны жайып қоясыз. Бала кішірек күнде осылай кие береді. Яғни сізге бұл балаға ұзақ уақыт қызмет ету үшін арналған, көбірек кию үшін арналған. Жалпысы сондай, міне арқасы да бірдей ровный болып шығады, арқа жағы, міне арт жағы. Камера осылай сыйғызып көрсетейін. Енді қазір бірге өлшемдерін алайық. Сосын сіз мысалы одан кішірек размерлерге, үлкенірек размерлерге келтіріп тоқып алсаңыздар болады. Жалпысы сол нағыз қозғалыс уақыты 9-12, жалпы 6 айдан бастап осындай ыңғайлы жұмсақ шалбар кигізген жақсы. Бұл құрамында жүн жоқ, бұл жерде акрил мен бамбук, яғни бұл өте жұмсақ және қышытпайды баланың денесін. Қарасаңыздар, жүн жоқ. Қазіргі ауа райына және сыртынан жаңағы комбинезондар кигізсеңіз де бала ыстықтамайды және қышытпайды. Жалаңаш денеге кигізе берсеңіздер болады. Міне осындай аккуратный шовтардың барлығы бірдей болып, күшті болып шыққан резинкасының өзі. Олай болса, қазір сіздермен өлшемдерін алайық. Қазір бірінші мен белінен бастайын да, онда. Белінің өлшемі, жалпы ішінің өлшемі бізде 29-30, жоқ, 29 екен, 29 жартысы. Яғни 29 деке өйтеміз, 60 емес, 58 болады. Енді ұзындығы, жалпы ұзындығын өлшейік. Жоқ, қазір мына жерден резинкасын өлшеп жүрейін. Резинкасы 25-50 болады сонда. Бұл тартылады бірақ. Тартылады, немесе осылай жинап қоясыздар деген сияқты ғой. Тартып жинап қоясыздар. Тартып жинап қоясыздар ол жағын. Енді резинкасының ұзын ені 3 сантиметрге жуық. 3 сантиметр дейді. Сосын мына жерде мен айтқан жаңағы росток. Росток деген бұл бөлек тоқылады. Осы видеода соның барлығы көрсетіледі, өте толық. Сондықтан соңына дейін қарап, өздеріңіз тоқып алсаңыздар болады. Росток примерно 5
4 сантиметрдей. Міне 4 сантиметрдей болады екен ростогы. 9-12 ай, 6 айдан бастап балаларға сондай росток негізі өте қолайлы. Және бұл жерде ластовицасы бізде 3 сантиметр, 3,5 сантиметрдей. Шамамен 4 сантиметрге дейін. Так, енді біз ұзындығын өлшейік. Так, сыйған шапсай қойайық. Так, мына жағынан өлшейік онда. Егер толық жазып өлшейтін болсақ, мына жағынан бастап өлшейтін болсақ, қараңыздар, жоғарғы жағынан да, ең жоғарғы жағынан толық аяғын өлшеп шығатын болсақ, санымен қосып 53 сантиметр екен. 53 сантиметр. Ал егерде жазбай өлшейтін болсақ, онда бізде 48 сантиметр. 48 сантиметр. Аяғының санының төмен қарай ені 13. Так, 2-ге көбейтеміз, 26. 26 болады. Төменгі жағы, біз бұл жерде қысқартамыз ғой, мысалы, сол кезде ең төменгі жағы 9 сантиметр, 18 болады, 2-ге көбейткенде. Резинкасы 8, 16 сантиметр. Кешірім сұрайын. Так, барлық өлшемдерін алдық қой деймін. Міне осындай әдемі шалбар болып шықты. Бұл базовый, қыздарға, ұлдарға да жүре береді. Кез келген түсте тоқсаңыздар болады. Жіптің құрамы қазір айтылатын болады. Міне осындай мастер-класты менімен бірге тоқыларыңыз келсе, онда бірге осы видеоны соңына дейін көріп, немесе кімге осындай қазақша видео іздеп жүрген адамдар болса, таныстарыңыз болса, құрбыларыңыз болса, сол кісілерге жіберсеңіздер болады. Онда сіздерді әрі қарай мастер-класста күтемін. Олай болса, қажетті заттармен таныстырайын. Бұл жерде Alize Baby Best осындай жіппен тоқитын боламын мен. Бұл өте төзімді жіп, жұмсақ, қышытпайды. 100% жаңағыдай шерсть дейді ғой. Жүнді жіп, немесе 50% жүнді жіп әртүрлі тоқуға болады құрамына. Бірақ мен осы жолы 90% акрил және 10% бамбук міне құрамы жазылып тұр. Соны қолданып көрейін деп шештім. Негізі балаларға арналған болғандықтан жұмсақ болып шығу керек. Бұл жерде міне спицы 4 және 5 берілген, бірақ мен 3 және 3,5 сондай нөмірлі спицемен тоқитын боламын. Мен босырақ тоқимын, сондықтан сондай. Және метражын айтып өтетін болсақ, бұл жерде метражы 100 граммда, міне 100 граммда 240 метр. Яғни қатты жуан да емес, жіңішке де емес, осы Alize Lanagoldтың метражы сияқты, бірақ ұстап көргенде өте жұмсақ. Және акрил обычно скрипучий болады ғой, бұлай қатты қолға неприятно. Бұл онда емес екен. Бұл жұмсақ, сондықтан шалбарға нағыз қажеті осы деп ойлаймын. Бұл шалбарды жаңа ішінен тонкий шалбар кимей-ақ өзін ғана киетін болғандықтан мен осындай жаңа құрамды әдейі таңдадым. Және бұл акрилдан қорықпаңыздар, өйткені бұл жұмсақ. Alize білесіздер, турецкий жіп, сапасы жақсы. Және төзімді болып келеді. Түсін айтатын болсам, бұл жерде 599. Яғни бұл слоновая кость. Слоновая кость деген сәл сұрға жақын, бірақ сұр емес, осындай ақшыл, сондай түсіне осындай. Видеода жақсы көрініп тұр. Бізге бұлда 2 моток қажет болады. 2 мотоктың барлығы кетпейді. Где-то 1,5 бұл қажет болады. Мен сәл үлкенірек тоқитын болғандықтан маған 1,5 шамамен жетіп қалатын болады. Жаңағы айтқандай 1 мотокта 100 грамм. Яғни бізге 2 моток жіп. Сосын осындай бір контрастны жіптен бізге кішкене ғана қажет. Басында бізге осындай жіптен крючокпен тоқып аламыз, ілмектер. Және сол арқылы осы основной жіптен бастаймыз. Бұдан бізге бір аз ғана қажет. Қазір көрсетем қанша қажет екен. Шамамен бір 5 грамм болса да, 3 грамм болса да кішкентай ғана қажет. Және крючок. Крючоктың да нөмірі әртүрлі бола береді. Менде мысалы қазір 3-5
бұл маңызды емес. В среднем где-то сіздің спицеңіз қандай, сондай болса болады. Және біздің нақты бізіміз. Басында біз резинканы кішкене жіңішкерек жіппен бастаймыз. Және аяғындағы санында тоққан кезде резинканы да сол жіңішкерек бізбен тоқимыз. Ал резинкалардың жалпысы да. Ал негізгі полотно, жалпы негізгі жаңағыдай барлық шалбарды осы 3,5 мен тоқимын. Бұл 3,5 және резинкасын 3-пен тоқимын. Яғни резинкасын сіздер негізгі тоқитын бізіңізден сәл жартылай аз болу керек. Яғни сіздікі 3,5 болса, онда тоқитын бізіңіз 3 болу керек деген сияқты. 4-пен тоқсаңыз 3,5 алсаңыз болады, немесе резинкасын 3-пен алсаңыз болады. Яғни бір немесе 0,5 размерге азырақ болған, кішірек болған жақсы резинка. Өйткені резинка ол сәл созылады ғой, сондықтан ұстап тұру үшін солай таңдалып алынады. Олай болса кірісеміз. Бірінші осы крючокты алып, мен өзімнің қажет размеріме жаңа айтып өткендей 120 ілмек аламын. Маған қажет негізі 108. Бірақ кейде мысалы осындай воздушный петлялар алған кезде кейбіреуі қалып қалуы мүмкін, алынбай ілінбей қалуы мүмкін. Сондықтан біз 108 қажет өзімізге, 108 қажет болса да артығымен 120 алып алуға кеңес беремін. Бастаймыз. Мына контрастны жіп кез келген түсте болуы мүмкін. Бұл мүлде маңызды емес. Мұны сіз кейін сөгіп тастайсыз, сондықтан кез келген түсте ала беріңіз. Мысалы, бұны былай алып, мен өзім осылай жасай берем. Өйткені бұл сөгіліп тастайтын жіп болғандықтан бұл керемет әртүрлі бастала беруі мүмкін. Мен өзім жалпы крючокпен жұмыс істегенде осылай алып аламын кішкене. Енді просто бір осылай бастап аламын. Енді ұзын жағын алып осылай жасаймын. Мынау так 0-ден бастаймыз. Мынау 0 болды. Енді біріншісінен бастаймыз. Так 1 2 қатты тартып жібермеңіз, орташа болу керек. Так 3 4 5. Яғни просто осындай цепочка жасайсыз. Міне қараңғы түс көрінбейді екен. Жалпысы міне 120 жасаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Осылай 120 алып алсаңыз болады. Артығымен алу үшін 120 керек. Сіз өздеріңіз есептейсіздер ғой. Но сәл артық алған дұрыс, өйткені дәл-дәл шығару кішкене қиынырақ болуы мүмкін. Сізде запаста осындай артық жаңағы воздушная петля дейді ғой, бос петлялар болу керек, бос ілмектер. Запаста болған жақсы, жетпей қалғаннан гөрі сәл артық болған жақсы. Бұл сізге бір кейін сөгіп тастайсыз, бұл көрініп тұрмайды, артық қалса да ештеңе етпейді. Жетпей қалғаннан артық қалған жақсы да. Сөйтіп самостоятельно жаңағыдай петляларды алып аласыз, сосын ары қарай көрсетемін. Осындай болу керек. Мінекей мен 120 алдым, 120 ілмек алды, осындай ұзын болып шығады. Осындай шамамен. Және артық жіпті қиып тастаймыз. Сөйтіп, мынаған кіргізіп аласыз да, осылай шығарасыз. Және бекітесіз. Бекітіп болдық, екі жағынан да осындай шығып кетпеуі қажет. Енді бізге крючок уже қажет емес, алып тастаймыз. Және бұл жіп қажет емес, екеуін алып тастаймыз. Енді жаңағы мен айтқандай жіңішкерек бізімізді аламыз. Жаңа қайсы жіңішкерек болды, соны аламыз. Өйткені біз қазір резинкасын тоқиын деп жатырмыз беліндегі. Енді біздің жаңағы осындай ілмегімізді алып, бізімізді алып, және тоқиын деп жатқан жібімізді аламыз. Жіптің ұшын тауып аламыз. Міне
және ол жіптің ұшынан сәл ұзынырақ қалдырамыз. Шамамен енді бір 15 сантиметрлей қалдырсаңыз болады, өзіңізге ыңғайлы болу үшін. Және жіпті аламыз осылай. Осылай ұстап тұрамыз. Бізге қазір не істеу керек? Бізге қазір мынау тұрған қоңыр үстілері тұр ғой, осындай. Мынандай бір-бір үстілері. Так, фокусировка. Осындай үстілеріне мынау ақ жіп деп айта берейін, мына осы жіпті, негізгі жіпімізді алып шығу қажет. Басында кішкене ыңғайсыз болады, содан кейін қолыңыз үйреніп кетеді. Мынау ұзын қалу керек. Кейін ол бізге жаңағы аккуратно тығуға қажет, жасырып тастау үшін. Басындағы бір-екеуін қалдырып кетсеңіз болады, олар неудобно болады. Міне, осылай аласыз. Так. Кіргізесіз қоңырдан, және сол арқылы мына ақты алып шығу керексіз ғой. Так, осылай алып шығасыз. Осылай. Ұзын жіппен жұмыс істейсіз. Ұзын жіппен жұмыс істейсіз. Бұл қысқа жіп сіздің оң жағыңызда қалу қажет. Мұнымен жұмыс істеп қоймаңыз, бұл қалады. Ұзын жіппен жұмыс істейсіз. Міне, негізгі жіппен жұмыс істеу қажет. Олай болса жалғастырамыз. Міне, біріншілер сәл бос болуы мүмкін, одан кейін қатайтып аласыз қолыңыздың ыңғайына сәйкес. Міне, екі. Қай жеріне кіргізем деп ойласаңыз, міне қараңыз. Мынандай үстінде тұр ғой. Міне осындай ирек тұр ғой үстінде. Міне дорожкалар, солардан аласыз. Так, біреуінен ғана алыңыз, қабатталып кетпесін, е. Үшеу, міне, аккуратно көрініп тұр, видеода фокусировка бар ғой. Міне, мына жерден кіргізесіз. Так, төртеу. Іліп алғаныңыз сіздің бізіңіздің бойына жинала береді. Міне, сәл тартып қойыз тақты. Жинала беру қажет. Міне, осы жерде жинала беру қажет. Міне, тағы да қоңырдан өткізесіз, іліп аласыз, қойып қоясыз. Қоңырдан өткізесіз, бір қабатынан, міне, осындай просто бір қабат жіптен өткізесіз. Жаңа каждый мына жерде, мына жерден өткізесіз, мына жерден өткізесіз, мына жерден өткізесіз. Осылай, мына жіптен. Аккуратно істеуге тырысыңыз, өйткені сіз аккуратно істеген сайын бұл қоңыр жіпті алып тастаймыз ғой, мына қоңыр жіпті. Сол жеңілірек болады. Сіз қазір неаккуратно істеп қалсаңыз, кейін оны сөккен кезде, қоңыр жіпті алып тастайтын кезде сіз жаңағы артық жұмыс жасап, қиындатып жіберуіңіз мүмкін жұмысыңызды. Өзіңізге жеңілдік жасау үшін сәл аккуратнылау, асықпай иліп алып шығуға қажетсіз. Түсінікті деп ойлаймын, яғни міне тағы бір рет көрсетейін. Осындай шығып тұратынға, міне осылай шығып тұратынға кіргізесіз да, артынан ақ жіпті алып шығасыз. Міне. И просто былай алып шығасыз. Мына жерге кіргізесіз. Міне, вот. Ортасында дөңгелек ашық шығып тұрады, өз көрініп тұрады. Вот. Кірді міне. И ар жағынан ақ жіпті алып шығасыз. Осылай аккуратно, кезек жайлап, асықпай істеп алыңыз. Қазір егерде мысалы қоңыр жіппен араластырып істеп қалсаңыз, кейін жаңа қоңыр жіпті сөгіп алып тастаған кезде сіздің өзіңіздің ақ жібіңіз кесіліп, қиылып қалуы мүмкін. Ондай жағдайлар болған. Сондықтан ешқайда асықпаймыз. 108 петля, біздің жағдайымызда 108 ілмекті мына бізге кигізіп алу қажетпіз. Ақырында мына біздің бойымен жібере бересіз ғой, ұзын қылып. Ары қарай самостоятельно жасаймыз өздігімізден, содан кейін 108 петляны алғаннан кейін тағы да кездесеміз. Мінекей біз 108 петлямызды, 108 ілмегімізді алып алдық. Осындай болып шығады, ұзын болып. Және осындай біздің ортасындағы шнурды, мынау лесканы, осылай ортасынан примерно шамамен 54 болған идеально, енді 108 болатын болса. Мысалы, сізде 120 болатын болса, мысалы, 60-60 деген сияқты, ортасынан примерно шығарып аласыз, тартып осылай. Енді бізге осыны былай тоқу қажет қой, бір келт қалып. Шамамен 54, әзірше 54 қып шамамен ала салдым. Санаған жоқпын негізінде. Примерно осылай екіге бөліп аласыз ыңғайлы болу үшін. Біз қазір 18 қатар резинка тоқимыз. Резинка тоққан кезде бізге бұлардың тепе-тең бөлінуі маңызды емес. Сондықтан мен қазір уақыт жоғалтпай шамамен бөле салдым. Бірақ
резинка тоқып болғасын біз оны екіге тепе-тең бөлу қажет боламыз. Әзірше уақыт кетірмей примерно бөле салдым. Сіз де өзіңіздің уақытыңызды кетіріп қиындатпай шаруаңызды шамамен бөлсеңіз болады. Енді бұны біз біркелкі қылып тоқу қажетпіз. Яғни бірінші қатардағыны осылай аламыз да, ұзын жіпті, міне ұзын жіп артында тұр, е. Так, біз қазір тек енді осы ұзын жіппен жұмыс істейміз. Мына жердегі артық жіптер олар қалып қоя береді, оған мән бермеңіздер. Мына қысқа жіптер қалып қоя береді. Енді бұлай алып, так, алдыңғы қатармен жұмыс жасай береміз. Бірақ сіз қараңыз, міндетті түрде жібі мынау айналып кетпесін. Мынау оң қатармен жұмыс жасаймыз. Міне оң қарап тұр ғой, міне оң қатар. Теріс дегеніміз мұның арты, міне осындай теріс болады. Ол қала берсін. Оң жағымен жұмыс жасайсыз, міне. Оң жағымен жұмыс жасайсыз и барлығын ілмек-ілмекпен іліп шығуға қажетсіз. Бірақ біз қазір енді резинкадан бастайын деп тұрып қой. Резинкадан бастайын деп тұрғандықтан біз бірден екі оң, екі теріс алып отыратын боламыз. Міне басында екі оң аламыз, міне. Бірінші петлялар кішкене босайды, оған мән бермеңіздер. Міне бір оң және так. Бір оң және екінші оң. Екінші оңды алып болғаннан кейін ана ақырындап тартып қойсаңыз болады. Енді қатты бос нетпеу үшін, босап кетпеу үшін примерно осылай тартып қоясыз. Так, екі оң, екі теріс. Яғни резинка дегеніміз екі оң, екі терістен тұрады. Міне екі, бір, екі оң және бір, екі теріс. Так, асықпай көрсетейін, міне. Оң дегеніміз міне бастап жатырмын. Оң, яғни астынан жібересіз да, міне. Астында артындағы жіпті іліп аласыз да шығарасыз. Міне бір оң, екі оң, бір теріс, екі теріс. Так, бір теріс. Кішкене өзіңізге көмектесіп отырасыз ғой, міне. Так, екі теріс, бір оң, екі оң, бір теріс, екі теріс. Осылай кезектесіп алып шығасыз. Оң теріс деп. Бірінші қатар сәл бостау болмаған, бірақ осылай тартып кішкене қатайтып аласыз. Бірінші қатар тоққасын, екінші қатар жеңіл болады. Осы бірінші қатарды сіздермен бірге тоқ. Міне, қараңыз, осылай тартылып тұрады ғой қатты. Сол кезде ақырын мына ортасынан бөліп алдық қой бүйтіп, міне. Мына жерде бізде мынандай ұзын жіп бар, соны ақырын былай өзіңізге ыңғайлы қылып тартып отырасыз. Қолыңызға ыңғайлы қылып өзіңіз жасап аласыз. Міне, екі теріс көріп тұрсыз, міне. Екі теріс болды, яғни келесі бізде екі оң болу қажет. Осы жерде де тоққан кезде міне, тек ақ жіпті алыңыздар. Қоңыр жіпті іліп алып, кейін так, оң болу керек еді. Қоңыр жіпті алып алып, қазір сөккен кезде қиналып отырмау үшін өте аккуратно, артық жіптерді алмай жұмыс жасау қажет. Мына жерде сізде ілініп тұр бізде қоңыр. Так, ілінбеу керек, вот ілінбеді. Бір, так, екі оң, бір теріс, екі теріс, бір оң, екі оң, бір теріс, екі теріс, оң, теріс. Осылай тоққан кезде мынау тартылып тұрады, оны жайлап. Magic Loop деген сол осы әдісті Magic Loop деп атайды. Яғни ортасындағы лесканы ортасынан шығарып тартып аласыздар да, екі жақ бізбен жұмыс істей бересіздер. Қолыңыздың ыңғайына қарай көресіз. Егер сіздің бізіңіздің шнур жаңағы лескасы мынау трос сияқты тұрады ғой, сол қысқарақ болса, онда тартпай-ақ осылай дөңгелетіп тоқи бересіз ғой. Бірақ мен осындай ұзын қолданып тұрғандықтан осындай әдісті қолданып тұрмын. Кейбір акрилдар болады, сапасыз тоққан кезде қолыңызды ыстықтатады, шықырлайды. Дәл осы Baby Best деген акрил ол шықырлатпайды екен, және төзімді. Сондықтан енді қолданып көрейін деп тұрмын. Қараңыздар, менде тең бөлінбеген екен, көрдіңіз ғой, сондықтан біреу қалып қойды. Ештеңе етпейді, қазір екі оң болса, біреу теріс болады. Және
біреуі теріс әзірше. Так, мына жерде кішкене ыңғайсыз. Бірінші ряд осылай сәл ыңғайсыздау шығады, бірақ ештеңе етпейді. Біреуі теріс. Енді мен мына жерден тағы біреу ала қоямын. Теріс қылып алуым керек, чтобы тең болу үшін. Так, енді мынаны былай қарай жібереміз. Сәл тартылады бірінші қатар. Мына біздің басына әкеліп алу керекпіз ғой бірінші. Әкеліп алдық. Оң жағымен тұрсын. Бүйтіп келесі ряд бүйтіп айналып кетпесін. Қараңыз, мына теріс жағымен түсіп кетпесін. Міне оң ба, оң тұру керек. Міне оң. Осы жағы оң. Міне бір теріс алдым ғой, енді мынаның қасына мен тағы біреу қоса салайын деп тұрмын да, чтобы тең болсын деп міне. Болды. Қайталап айтамын, біз қазір резинкасын тоқимыз 16 қатар. Шамамен 6-7-8 сантиметр дей. Бірақ ол кезде бізге бұның тең бөлінгені қажет емес еді, сондықтан санамадым. Мүмкіндігінше сіздер ровно санап алыңыздар. Так, енді міне осылай тоқыдық қой жартысын. Енді тең жартысын мынаны бүйтіп ақырын аударамыз. Мына ортасындағы тросты кішкене тартамыз артқа қарай. Мыналар шығып кетпесін байқап отырыңыз. Оң қолыңызбен ұстап тұрасыз ғой. Енді мына тоқылмаған қатарды тоқимыз. Тоқылмаған қатар мына қараңыз. Мына тоқылды уже. Мына тоқылған жоқ. Тоқылмағанның оң жағын қаратып аламыз. Міне оң жағында тұр, оң жағында тұр бәрі міне. Оң. Енді соны ары қарай тоқимыз. Так, бұл жерде бізде теңмен түсті. Енді оңмен жасаймыз. Бұл жіпті артқы бізді тартып аламыз өзімізге. Алдыңғы біз тұрады. Оны қозғалмай ұстап тұрамыз. Артқы бізді тартып аламыз да, соны ары қарай жалғастырамыз. Бірінші қатарда шошып кетпеңіздер, тоққан кезде сәл қиындау болады. Бірінші қатар үйренгенше, одан кейін уже ыңғайлы болып кетеді. Міне, бізде жаңа мен айттым, теріс болды, екі теріс, енді екі оң болады. Бір, екі оң, бір, екі теріс, бір, так, бір, екі оң, так, қарап отырыңыз, айналып кетпесін, мұқият. Бірінші қатарда өте мұқият болсаңыз, келесі қатарларда сізге жеңіл болады, өте жеңіл кетеді, ары қарай уже ойланбай тоқи бересіздер. Бірінші қатарды ешқашан басқа затпен қатарластырып тоқымаңыздар, өйткені шатысып кетуіңіз өте мүмкін. Міне, екі теріс тоқыдым, екі оң тоқып жатырмын, екі теріс тоқып жатырмын, екі оң. Мына жіпті ұстағанда да өте приятно екен. Так. Енді сосын бай тартылып кетеді, қараңыздар. Сол кезде бүйтіп басына қарай жинап отырасыздар. Так, екі оң, екі теріс. Бірінші қатарда әдейі ұзақ сіздермен түсінікті болсын деп істеп жатырмын. Екінші қатардан бастап өзіміз тоқимыз, самостоятельно. Әдейі ұзақ түсіріп жатырмын, түсінікті болсын деп, шатысып кетпеңіздер деп. Мына жақты міндетті түрде қарап отырыңыздар, оң жағынан түсіп тұрсын, теріс жағы дегеніміз мынандай болады міне. Мына от оң жағы міне, бірдей полоска қара, ақ. Енді мына цвет әртүрлі бола беруі мүмкін ғой, менде қоңыр ғой. Так, екі оң, екі теріс, фокусировкасы шығып тұрмаймыз. Екі оң, екі теріс. Осылай жасаймыз соңына дейін. Бірінші қатар жаңағы айтқандай сәл ыңғайсыздау, сәл ұзағырақ болады. Одан кейін жылдам тоқимыз уже. Міне, мен итеріп алдым, көрдіңіз ба, автоматически. Мынау созылып тұрғанда мән бермеңіз, келесі қатарда қосып аламыз, ол өзі солай болады бірінші ряд, ештеңе етпейді. Так, екі оң. Яғни біз жіңішкелек бізімізбен резинка тоқып жатырмыз, бірден. Содан кейін шалбардың өзі сәл жуанырақ бізбен тоқылады, түсінікті ғой да? Так, екі теріс. Міндетті түрде жұп сан болу керек. Жұп сан екіге бөлінетін сан болу керек. Өйткені біз резинканы екі оң, екі теріс, екі оң, екі теріс деп тоқимыз ғой. Сондықтан басында ілмек алған кезде шатаспаңыздар. Екі оң. Енді соңғысы екі теріс болу керек. Біреу теріс. И мына жерде так, қазір қайда кетіп қалды. Мына жерде біреу бар еді. Міне,
кіріп тұр мына ішінде 2 теріс. Вот шықты. Мына болды. Мынаны аламыз да. Так, енді қайтып мынаны қосамыз. Мына жерде басында енді кішкене шатысасыздар. Шатысқанда мынау 3 артық жібіміз бар ғой, солар кішкене енді шатыстырады, оған мән бермей өтіп кету керекпіз. Міне 3 жіп, ол просто жүретін жіптер. Бұл жіптер сіздерге особо маңызды емес, тұра берсін. Енді қараңыз, өстіп тұр ғой, түсініксіз болып. Мына ортасынан жайлап тартамыз. Мынаның басын қысып ұстап тұрамыз да, тартамыз. Тартамыз. Енді бізге тағы оң жағымен жұмыс істеу керек қой, мына бізбен. Оны былай басына әкеп аламыз, бүйтіп. Өйткені мына жерден бастап та оқимыз ғой. Әкеп аламыз, мынаның ортасындағысын әлі тартын қараймыз. Және мына жіпті бізді яғни біз артындағы алған бізбен жұмыс істеу үшін оны былай босатамыз. Алдындағы біздің басына әкелеміз. Осылай істеп отырамыз. Каждый раз осылай істеп отырамыз. Бір нәрсе қайталана береді. Енді мына жіпті сәл бүйтіп бір-біріне қосаңқырап тартып тұрып, артына жібереміз. Енді мына жермен жұмыс істейміз не былай. Екінші қатар басталды. Екінші қатарды да сәл қаттырақ ілесіз енді. Екінші қатарда сәл бір қаттырақ іліп алыңыздар. Міне 1 оң, 2 оң, өстіп біле бересіздер. 2 оң кетті. Так, 1 теріс, 2 теріс, 1 оң, 2 оң, 1 теріс, 2 теріс. Яғни 2 оң, 2 теріс кетеді. Міне, осылай жұмыс істейміз. Бұлар қазір қалып қояды, бұлар шатыспайсыздар. Бұл жіптермен мүлде жұмыс істемейсіздер. Оларды қазір алып тастай алмаймыз, өйткені біздің мынау затымыз төгіліп кетуі мүмкін, жұмысымыз. Және былай тоққан сайын мынаны алдыға қарай жылжытып отырамыз. Яғни бұл міне өстіп тұрады. Мынаны алдыға қарай жылжытып отырамыз. Так, 2 теріс болды, енді 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Қазір бізді қалай өзгертетімізді көрсетейін, тартатымызды тағы өрлет. Одан кейін уже ары қарай әркім өзі тоқысын. Өйткені уақытты көп алып кетуі мүмкін. Түсінікті болады деп ойлаймын. Видеоны қайталап көрсеңіз, түсінікті болатын сияқты. Оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Қазір бізді тартқан кезімді көрсетейін соңғы рет. Содан кейін 16 қатар, 16 қатар өзіміз тоқимыз. Мынау енді 2-ші қатар ғой, 3-ші қатар, 4-ші қатар деген сияқты 16-ға дейін тоқимыз. 16-ші қатар тоқып болғаннан кейін қайтадан кездесеміз. Так. Мына тарттық. Мынау басын ұстап тұрамыз біздің. Мынау келді басына, мынаны ақырында битереміз. Енді осымен жұмыс істейін деп жатыр қой, мына бүйтіп жайлап битереміз. Сосын мына жіп осылай артында қалады. Артына әкеп аламыз. Мына артындағы жіп бар ғой, 2-ші қатарда қалып қойды, жаңа тоқыған, соны алдыға шығарамыз да, сонымен жұмыс істейміз. Түсінікті ғой, оны тартамыз. Мына леска примерно өстіп қалады. Мыналар қалады. Негізі қатар қай кезде басталды деп шатысатын болсаңыз, сізге 16 қатар дедім ғой, шатысатын болсаңыз, мынау жіп тұрған жақ сіздің басыңыз, басы, яғни басталды деген сөз. Мынау начало ряда басталды. 2-ші рядты әлі тоқып жатырмыз. Мына 2-ші рядтың жартысы. Біз 2-ге бөліп алдық қой, енді мынау жарты, мынау жарты. Мынау 2-ші рядтың жартысы. Шатысып кетпеңіздер, 3-ші ряд басталып кетті деп ойламаңыздар. Мына жердегі жіптер сол начало ряданы білдіреді. Міне, осылай. Мынау жаңа бастаған кезіміз. Қазір мына жерге келгенде уже 3-ші қатар басталады. Негізі счетчик рядов деген болады, анандай намаз оқитын, жалпы андай тәсбих тартатын сияқты электронды тәсбих бар ғой. Типа сондай болады. Дәл сол ғой енді. Счетчик рядов, яғни тоққан сайын басып отырасыз. Немесе қағазға отметка белгілеп отырсаңыз болады. Немесе былай тоққан бойынша санап көрсеңіз болады. Әйтеуір 16 қатар тоқып шығуға жетіпсіз ғой.
Енді міне жартысына келдік, екінші қатардың жартысына. Соны тоқып жатырмыз. Яғни оң көріп тұрсыз ғой, оң тоқисыз, теріс көріп тұрсыз ғой, теріс тоқисыз. Резинка ғой. Міне теріс көріп тұрмыз да, міне. Мынау теріс. Белінде мынандай жіп сияқты болса, осындай. Бұл теріс деген сөз міне. Екеуінде тұр міне. Біреу, екеуінде тұр. Бұл теріс. Сөйтіп кезектесіп тоқып шығамыз. Міне теріс кетті. Оң. Мына екеуі теріс, мынау екеуі оң, мына екеуі теріс. Көрініп тұр ғой, мына жерінде ремень сияқты белінде тұрса, бұл теріс деген сөз. Мына тік, оң деген сөз. Түсінікті деп ойлаймын, онда осылай айналдырып 16 қатар тоқып шығамыз. Содан кейін кездесеміз. Мінекей 18 қатар тоқып болдық. Міне енді 18 қатарды біз қалай санап аламыз? Егер сіз тоқып жатып шатасып кететін болсаңыз, 18 қатарды санау тәсілін үйретейін. Міне ортасындағы осындай ерек сызықтар тұрады ғой, міне осындай үшеуден тұрады. Міне қараңыз. Соны біреу деп санайсыз. Мысалы, міне біреу, екеу, немесе ең астындағысымен санайсыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Міне, 18 қатар болды. Енді бізге не істеу керек ары қарай? Бұл бізде резинка, яғни резинкасы бізде осындай ұзын болмайды. Біз оны былай екі қабаттаймыз. Сол кезде мынаның ортасынан шнур өтеді. Шнур тоқимыз, шнур өтеді. Сондықтан біз бұны екеуін қосу керекпіз, яғни екі қабаттау керекпіз. Ол үшін мынау қоңыр жіпті, жаңағы біз басында алған жіпті шешіп, оны осындай спицаға өткізу қажетпіз. Ол үшін ол осылай қалады. Бұлай аударып аламыз. Жіптің соңын табамыз. Мынау жіптің соңы, мынау неге соңы? Өйткені біз басында көбірек алып қалдық қой, мынаны жаңағыдай не істеу үшін, запасқа. Соны енді ақырындап шешіп аламыз. Шешіп аламыз да, мына жіптің барлығын шешіп, мұны мынау спицаға өткіземіз. Соңынан бастап шешсеңіздер, негізі жеңілірек болады. Бірақ бұл өте бір тез істелетін нәрсе емес, сәл шыдам қажет болады. Ақырындап бұны бұлай алып аламыз. Так, ақырындап тарқатып аламыз, осылай тарқатып аламыз. Так, көрініп тұр ғой, тарқатып аламыз да. Мына жерде енді ол ілмек болған сайын, оны ақырындап қайшының көмегімен ақырындап шешіп отырамыз. Так, байқаңыздар, анау ақ жіпті, жаңағы негізгі жібіңізді, ақ емес, енді сізде қандай түс бар, негізгі жібіңізді қиып алмау керексіз. Осылай ақырындап тартып отырып жасаймыз. Міне. Камераға кішкене ыңғайсыз, өзіңіз жасағанда өте ыңғайлы болады ғой. Мына спицаны алып, қосымша спицамызды. Міне бір ілмек кетті. Яғни екі кер ілмектен басталып тұр, Так, аламыз екіншісін. Так, екіншісін де солай жасаймыз. Яғни бізде 108 ілмек болу керек. Мысалы, менің размерімде тоқып жатсаңыз, сізде 108 ілмек болу керек. Міне екеу. Так. Бұны бұлай тартып отырамыз. Осы жерден өтіп алсаңыз, ары қарай уже оңай. Ой, бісмілләй, шығып кетті, байқаңыз. Так, камераға сәл істеу қиындау. Дегенмен болады істеуге. Так, біреу, екеу. Так, үшеу. Міне барлық ілмектерді алып шығу керекпіз ғой енді. Міне үшеу. Так, мына жерде төртеу болады. Ақырындап мына қоңыр жіпті шешіп отырамыз. Жайлап шешіп отырасыздар.
Так, үшеу қиып ортасында қиып жүрсеңіз болады, шешілмей жатса енді солай ептеп жайлап шешесіздер да. Осыған толық іліп аласыз. Сонда сіз толық ілген кезде мұнда 108 болу қажет. Мысалы мен мына жерде кейбіреу шешілмей жатқанда былай қайшымен алып жүреміз. Негізгі жібіңізді шешіп алмаңыз. Міне. Осылай ақырындап босатып шешіп аласыз. Кейбір жерін қиып жүрсеңіз болады, енді өзіңіздің ыңғайыңызға сәйкес. Так, бұл жерде ұзын болғаннан кейін енді бұл түсіп кетіп жатыр. Аккуратно мына жерде енді мынау бізіміз ұзын болғаннан кейін енді түсіп кетеді сәл. Бірақ осы петляларды, ілмектерді жіберіп алмайсыздар ғой, жіберіп алмай істейсіздер. Түсінікті деп ойлаймын, ары қарай өзіміз істейік. Мысалы, ары қарай көрсететін болсам, міне осылай алып тұрамыз. Қайшының тағы бір нәрселердің көмегімен бүйтіп тартып аламыз. Міне, іліп аласыздар да, іліп болғаннан кейін тартып тастайсыз. Яғни, мына жердегі барлық ілмектердің барлығын іліп алу қажет. Біз осы жерге былай іліп аламыз. Ілмекке. Ыңғайыңыз келмей жатса, қиып алсаңыз болады. Міне, осылай ақырындап жасаймыз. Міне, алдық. Мен камераға жасап жатқасын сәл ұзындау, қиындау болуы мүмкін, ұзақтау. Бірақ өзіңіз жасаған кезде тезірек жасап аласыз ғой. Түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын, толығырақ. Бірақ мына қоңыр жіпті қия бересіз, жаңағы бастапқы жіпті. Ал өзіңіздің жаңағы негізгі жібіңізді қиып алмаңыз. Әйтпесе сөгіліп кетеді, Бастапқыда осы жер қиындау, қалған жерлерінде уже оңай тоқимыз. Енді ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Дәл осылай қиып, мынау негізгі бастапқы жіпті алып тастаймыз. Міне. Тағы бір екеуін алайын. Тартып тұрасыз да. Вот. Енді ары қарай тарта бересіздер. Осылай соңына дейін жалғастырып шығыңыздар, содан кейін тағы кездесеміз. Міне барлығын алып тастадық. Жаңа қосымша жіптің және барлығын осылай спицаға өткізіп алдық. Яғни бізде үстінде бір спица тұр, біз астында біреу тұр. Енді біз бұларды біріктіру қажетпіз. Өйткені резинка былай тұру керек қой, мысалы былай тұру керек, резинка болып осылай. Ол үшін біз жаңағы тоқып жатқанымызды осылай ұстаймыз. Мына ұзын жағы тоқып жатқан, мына қысқа жағы астында қалды. Бұл қажет емес бізге. Мынау тоқып жатқанымыздың жалғастырғандай болып жасаймыз. Яғни осылай тұрады бұл тоқып жатқан астында, және бұл екеуін осылай қосып тоқимыз. Міне осылай тоқимыз. Мына бізбен тоқимыз. Міне осылай жалғастырамыз. Бұларды біріктіру үшін мынау ұзын жібіді аламыз, осымен жұмыс жасаймыз, ұзын жағымен. Бұл жердегі екі жағындағы біздерді біріктіреміз. Міне осылай біріктіреміз. Және осыларды тоқимыз. Видеоға қарасаңыздар көрінеді, міне осыларды осылай тоқу керек. Сол үшін екі бізді де бүйтіп қатар қойып қоямыз. Және осымен жұмыс істейміз.
екеуін екі біздегі, міне осылай тұр ғой, мысалы қараңыз, осылай тұрғанды былай бүктейміз да біріктіріп, және осындағы екіден тоқып шығамыз. Мысалы мына бірінші екеуін бірге, екінші екеуін бірге, осылай бірге тек оң аламыз. Оң алып тоқып шығамыз, міне осылай оң алып аламыз және тоқып шығамыз. Мен мынау жуанымен алам. Мен мысалы басында резинкасын осындай жіңішкесімен тоқыдық қой, жіңішкесімен тоқып жатқанбыз, бірақ бізге әрі қарай тоқу үшін осы жуандауы керек. Сондықтан мен осы жуандауын алам да сонымен тоқимын. Өйткені мынау кейін бізімізді ауыстырып жүрмеу үшін, ол бізімізді ауыстырып уақыт кетірмеу үшін дайын алам. Өстіп міне екеуін аламыз да, немесе мысалы біреу, екеу және екеуін бірге. Так, сосын ақырындап жіберіп аламыз. Міне біреу, екеу кетті. Так, барлығын оң және теріс тоқи беремін. То есть сіз оң ғана тоқимыз. Оңды да терісті де екеуін де оң тоқимыз. Міне осылай ешқандай қиындығы жоқ, түсінікті. Былай және былай өстіп тоқи бересіздер. Міне сонда сіздерде міне тек оң болып шыға береді. Яғни біз осының ортасына кейін шнур тоқып, шнурды жіберетін боламыз. Сонда шнур тоқып жіберген кезде сізде енді ешқандай бір артық не болмауға жаңағыдай орын болу керек қой резинкаға. Сол үшін осылай жасаймыз. Міне оң, теріс. Барлығы оң болады. Екеуі де оң болады. Біз енді ары қарай тек оң тоқимыз, оң жағымен. Және аяғында, соңында резинкасын тоже оң теріс қып тоқимыз. Оған дейін барлығы оң болады. Міне видеода көрініп тұр да, түсінікті. Барлығын оң қып. Мына жақтан біреуін алып аламыз. Так, біреуін алып, мына жақтан біреуін алдық. Және екеуін. Мына жақ бірінші спицадан бірінші аламыз, екіншіден екіншісін аламыз, артындағысын. Яғни міне бірінші бер жағындағысын аламыз, екінші астындағын аламыз. Содан кейін екеуін бүйтіп жіберіп тоқимыз. Кейде мынандай болады, жіптеріңіз ілініп қалады, бірдеңе, оны қолмен дұрыстап жібересіздер ғой, түспей жатса. Соңына дейін істеп шығамыз. Міне осылай болып шығу керек. Осылай болып шығу керек. Соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей бізде осындай резинка болып шықты. Бұл резинкасы, бұған арасына шнур кіргіземіз дедік. Енді біз резинкасын тоқып болғаннан кейін бірден росток тоқуға көшеміз. Росток дегеніміз не? Бұл росток дегеніміз кішкентай бөпелердің, мынау көтендерінде памперс болады ғой, соған арнайы орын, яғни ол отырған кезде ыңғайлы болу үшін, яғни кішкене былай көбірек тоқимыз. Жаңа алды жағынан қарағанда, сол арт жағына сәл көбірек тоқимыз. Артық орын, яғни отырып тұрғанда, жаңа памперс киген кезде ыңғайлы болып, денесін тартып тастамау үшін, кеңдеу болып тұру үшін, жаңаға көтен жағы сол үшін тоқылады. Енді оны қалай тоқимыз? Мысалы, бізде міне басталды ғой, рядымыз басталды. Бұл бізде начало ряданыкі, Бұны кейін былай артынан жіберіп жүрге болады. Жей ғой. Қараңыз, ол үшін міне маркерді аламыз. Маркерді мынаған кіргізіп аламыз біреуін. Осы бұл жерден басталады дегенді білдіреді. Енді мынау ұзын жағын алып, ары қарай тоқимыз. Бізге қазір мінекей осындай резинканы барлығын бір бізге ауыстырып алдық. Енді біз росток тоқимыз. Росток дегеніміз не? Росток дегеніміз бөпенің жаңағы памперсіне арналған орын, яғни көтен жағында кішкене артығырақ тоқимыз. Отырып тұрғанда, кигенде ыңғайлы болу үшін. Ол үшін қараңыздар, бізге маркер қажет болады. Маркерді аламыз. Бұл начало ряда, яғни басы осы жер болады. Соны белгілеп қою үшін. Енді қараңыздар, бізге жетеу тоқу қажет. Бізде барлығы бұл жерден бастап тек оң болады, сондықтан шатаспаймыз. Жетеу тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Енді кері қайтамыз. Кері қайтқан кезде, мынаны алдыға жібереміз де, ауыстырып
міне осылай тартамыз жіпті, яғни бұл бізден асырамыз ғой. Сол кезде міне екеу болды, бір екі двойная, яғни жұптық ілмек двойная петля пайда болды, иә. Енді қалған бұл бізде теріс жағы ғой, шалбардың ішкі жағы. Ішкі жағын сол теріс тоқимыз. Теріс тоқып келе жатамыз. Маркерге дейін барып, маркерді асып аламыз. Маркерді өткіздік мынаған. Енді тағы жетеу тоқимыз. Жетеу бұл бізде кері қатарда кері тоқылады. Біреу. Так, екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Міне кері жағында тоқыдық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Алтау. Жетеу. Кері қарай ауыстырамыз. Кері қарай ауыстырамыз да біреуін аламыз, соңғысын. Және былай тартамыз. Міне кері үстінен тартамыз. Яғни қайтадан көрсетейін, иә? Так, қайтадан көрсетеміз. Міне осылай келді ғой. Сосын мынау бізді бүйтіп үстінен аламыз да, үстінен тартамыз. Жоғары жағынан тартамыз, яғни былай. Жоғары жағынан тартамыз. Сонда екі петля қалады. Екі петля қалады. Енді ары қарай өте береміз. Оң жақ оң тоқимыз. Маркерге дейін тоқып аламыз. Маркерден өттік. Маркерден өтіп, жаңағы өзіміздің двойная петлямыз қай жерде қалды, міне. Міне тұр. Қос петлямыз. Соған дейін тоқимыз қазірше. Соған дейін тоқығаннан кейін қазір қарайсыздар. Енді оны қалай тоқимыз, қараңыздар. Бұны міне астынан аламыз да, міне ортасынан, қараңыздар, тағы бір рет. Астынан алып, ортасынан өткізіп, былай тоқимыз. Екеуін бірге. Сонда бізде міне арасы ашылмаған жақсы петля пайда болды. Енді жаңа біз жетеу болды ғой, енді алтау болады. Петлядан өткесін біреу, екеу, үшеу, төртеу. Так, төртеу, бесеу, алтау. Енді алтау болды ғой, кері қараймыз. Кері айналдырамыз. Біреуін былай қарай қаратып аламыз да, босатып. Тартамыз. Сонда артқа қарай тартамыз ғой жіпті. Сол кезде мына екеу бірге болып қалды. Енді жіпті қайттан алдына келіп, кері бара береміз. Кері тоқимыз. Қай жерден тоқимыз дегенде, мына жерден маркерден өтіп кетеміз. Маркерден өтіп кетеміз да, мына жердегі двойная петля бар ғой, жаңағы алғашқыдағы. Міне, соған дейін тоқимыз. Тоқи береміз кері. Маркерге келдік, маркерді өткізіп жібереміз, тоқимыз керілер. Ішкі жағын тоқып жатқансын кері тоқимыз, е? Тоқи береміз. Тоқимыз. Және міне келдік. Міне жаңағы двойная петляға келдік. Оны мысалы келгенімізді қалай береміз? Міне 2, 3, 4, 5, 6, жаңа 7-шісі болған, е? Енді оны да кері артынан алып, міне қараңыз. Міне мынау жіп алдында тұр ғой. Мына екеуін бірге. Ол үшін осылай. И кері тоқып жібереміз. Вот, кері. Оң жағынан қарағанда міне дүзу болды. Екеуін қатар кері тоқып алдық. Енді маркерден өтіп алғаннан кейін, маркер емес, жаңағы екеуін бірге тоқып алғаннан кейін тоже алтау. Мына жағында да алтау, яғни 7-7, 6-6, 5-5 деп, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кері айналамыз. Алтау тоқып алып кері айнал. Яғни 7-ден, мысалы 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, сол 2-2-ге дейін тоқимыз. Так, енді қараңыз. Біз әлі алтау тоқыдық. Қазір бесеуге баратырмыз, ол үшін міне мынаны алып
Так, ілмегімізді біреуін аламыз да, міне алдық қой. Сосын мынаны үстінен жібереміз, тартамыз, міне осылай. Сол кезде бұл жабылып қалады. Жабылып тұру керек, ортасы ашық болып қалса, көрініп некрасиво болып қалады да. Енді бұл оң жағы болғаннан кейін оң жағымен жүре береміз. Бұл жерде санап қажет емес, маркерге дейін главный ориентир ұстаңыз, маркерден кейін тағы түсіндіріп жіберем. Міне маркерға дейін бара жатырмыз. Так, маркерға дейін барамыз. Оң жағында оң тоқып, кер жағында кер тоқып отырасыз ғой. Так, оң бардық, маркерге дейін ғана қанша қалды. Маркерден өттік, енді кішкене тоқып, жаңағы екінші двойной петля міне тұр. Міне, осыған дейін тоқимыз. Так, мына жерде жібім шатысып жатыр мен что-то. Так, жаңа айтқандай, міне бүйтсеңіз көзге көрініп тұрады. Мына жерде өтесі да, мына жерде двойной тұр ғой, міне көрініп тұр. Соған дейін тоқисыз. Так, өтеміз. Двойнойға дейін таяймыз қазір. Міне, двойной көрініп тұр. Оны жаңағы айтқандай астынан кіргізіп, міне. Екеуін бірге астынан кіргізіп, осылай тоқып аламыз. Міне, фоппа. Болды. Бірге болып қалды. Енді одан өткеннен кейін тағы біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Жаңа 6 болды, енді бесеу. Бесеу тоқыдық. Енді кері кетеміз. Мына жаққа дейін бесеуге барамыз. Өтіп, то есть. Яғни бірінші 5 кетті, екінші 5. Сосын 4 соя. Енді бұны қалай етеміз? Алдық. И үстінен тартып жібереміз ары қарай. Сонда бір екеу қалып қалды. Екеу болып шығады сонда. Двойная петля қосылмеге. Енді кері жағын кері тоқимыз. Қай жерге дейін барамыз? Яғни маркерден өтіп кетеміз дағы, мына жердегі двойной петляға дейін барамыз. Двойной петля мін тұр. Кері жағынан түсініксіз болса, кері жағынан қарағанда, үстің жағынан қарасаңыз көрініп тұрады міне. Соған дейін барамыз. Кері жаққа кері тоқып барамыз да. Келесі 5-тікке бара жатырмыз, е? Сосын 4-тікке, сосын 3-тікке, сосын 2-лікке. 5-тікті және 4-тікті сіздермен тоқиын, ары қарай өздеріңіз тоқисыздар, е, 2-ге дейін. Егер барлығы тыныш болса, сіздермен тоқи беремін. Так, тыныш емес, бала оянды. Так, 5-тікті тоқып тастайын, онда 4-тікті, 3-тікті, 2-лікті сіздер өздеріңіз тоқырсыздар, жақсы. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Міне, маркерден өтіп кеттік. Двойная петля мін тұр. Осыған дейін тоқимыз. Кері. Росток. Егер түсінбесеңіз, комментарийға ростокты қалай тоқимын деп жазсаңыз, мүмкін бөлек видеода түсіріп қалармын. Әзірше осылай енді. Түсінікті деп ойлаймын, өйткені былай теориясын полный түсіндіріп жатырмын. Мына екеу двойнойға келдік қой. Оны да кері тоқып аламыз. Так. Мына кері іліп алдық. Кішкене тартып қойасыз. Үлкендеу болғаннан кейін тартып қоясыз. Енді өткеннен кейін енді бесеу керек бізге, е? Двойной петляны қосып салғаннан кейін бесеу керек уже. Біреу. Келесі рядты 4-теу керек болады. 3-еу, 4-еу, 5-еу. Міне, 5-еуден кейін разворот жасадық. Келесінде 4-еуден кейін разворот жасайсыз. Двойной петлядан өткеннен кейін. Сосын 3-еуден, сосын 2-еуден, сосын уже болды. Так, міне. Так. Оң жаққа қарай ауысып алдық та. Мына петляны алдық та. Біреуін. Міне, өзімізге тартып алдық. Сонда 1-2 қалды. Енді болды. Қай жерге дейін барамыз? Маркерден өтіп кетеміз да. Мына жердегі келесі двойнойға дейін барамыз. Ол міне көрініп тұр. Осыған дейін тоқып аласыз да. Осыған дейін тоққаннан кейін, екеуін бірге тоққаннан кейін 1, 2, 3, 4. 4-еуден кейін разворот жасайсыз ғой. Қазір бірге тоқып жіберейік, е, сәл түсінікті болу үшін.
басында бірінші рет тоққанда енді кішкене тесік қалып қалса кешіріңіздер, росток тоққанда кішкене тесік бірдеңе қалып қалса ештеңе етпейді, бірінші тоққан кезде ол по-любому болады. Сондықтан бір-екі қателік үшін қайғырмаймыз, ренжімейміз, әрі қарай тоқып жалғастыра береміз. Сонда қараңыздар, кішкене пайда болып келе жатыр, міне мынандай. Қазір былай болады, примерно. Бос орын тоқып жатырмыз. Алды ондай емес, міне. Алды осындай, арты міне осындай орын пайда болады осылай. Бұл яғни біздің ыңғайымыз үшін, баланың ыңғайы үшін. Ыңғайлы болу үшін, киімі тартып тұрмау үшін, сол үшін керек. Сондықтан шалбар болса, комбинезондарда жаңағы ерінбей тоқыңыздар. Бұл өте ыңғайлы, комфортны. Енді қараңыз, міне двойнойға келдік қой, астынан өтеміз да. Бұлай екеуін бірге. Міне, двойная петляны екеуін бірге. Енді төртеу. Өткеннен кейін біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төртеу и разворот. Түсінікті деп ойлаймын, уже? Негіз түсініп алған сияқтымыз. Төртеуден кейін разворот. Біреуін аламыз. Сосын назад. Изнаночный, да, назад береміз. Тартсас, сол кезде біреу, екеу. Міне. Двойной болды. Енді мұнан кері тоқып аласыз. Кері тоқи береміз. Қай жерге дейін? Маркерден өтіп, двойнойға дейін. Келесі двойной қай жерде бізде? Келесі двойной міне тұр. Міне. Так, міне тұр. Осыған дейін тоқисыз. Міне, онда мен сіздерді жалғыз қалдырайын, өздеріңіз тоқисыздар. Мына жерде төртеу қалды, яғни төртеу, разворот барасыз, лицевойға шығасыз да, үшеу, жаңа двойной петлядан өткесін үшеу, қайтадан мына жаққа келесіз, изнаночныйда өткесін үшеу, былай барасыз, двойной петлядан өткесін екеу, изнаночныйға келесіз, теріс жағына двойной петлядан өткесін екеу. Сосын екеу тоқисыз да, сосын екеу тоқып болғаннан кейін қайтадан кездесеміз. Сонымен міне соңғы екі жаңағы кері изнаночный рядтағы ішкі жағындағы екі ілмекке келдік. Балаға қаратыр. Так, енді қараңыздар міне. Так, маркерге дейін тоқимыз, маркерден өтіп мына жаққа дейін барамыз. Содан кейін соңғы жерге келеміз. Так, міне. Так. Осылай барамыз маркерге дейін. Соңғы рядта сіздермен бірге тоқуға қайтып оралдым. Түсінікті болу үшін тағы да бір прикреплять етіп есімізге. Тыныш, Әбілхайыр тыныш. Әбілхайыр тыныш. Міне маркерден өттік. Қай жерге дейін тоқимызды білеміз, мына жерде двойной петляға дейін. Двойной петля бізде мына көрініп тұр. Осыған дейін тоқимыз. Так. Міне. Тыныш. Ренжімеңіздер, артық шу үшін. Өйткені қазір мына жерді көрсетпесем, ары қарай түсініксіз болып қалатын еді. Сондықтан шу болса да сіздерге подключаться етіп жатырмын, Так. Міне. Так, біреу қалыпты. Енді мына екеуін бірге қосамыз. Так, болды, Енді бұдан өткеннен кейін тағы екеу аламыз. Екеу. Біз оң жағында уже екеу алып қойғанбыз. Енді кері айналамыз да. Так, кері айналамыз. Енді кері айналған кезде, міне соңғы изнаночный жақта екеу алғаннан кейін болды. Енді бізде круговой тоқу басталады. Біз енді былай ішкі жақтан, оң жағынан, теріс жағынан тоқып жүрдік қой, жаңаға дейін. Енді тек
круговой, яғни оң жақпен осылай айналып тоқи береміз. Оң жақпен айналып тоқи береміз. Негізі былай қарап тұрсаңыздар, ең қиыны өттік, ең қиынынан. Енді бізде жаңа ластовица деген бар, яғни жүргекке орналады. Ана екі аяқтан мына жерінде былай жаңағы баланың аяғын қозғаған кезде қысылып тұрмау үшін тағы да тоқимыз. Ол ластовица деп аталады. Бірақ ол қазір емес. Қазірше өте жеңіл жерге өтеміз. Ең ауыры негізгі осы жер болған, ары қарай өте жеңіл болады. Олай болса, мына оң жағын тоқи береміз. Осымен жаңағы екі разворот жасағанымызбен біздің ластовица тоқығанымыз бітті. Бірақ міне соңғысын осылай іліп алдық. Міне екеу. Енді ары қарай тоқи береміз. Енді жаңа осы бастағанымыз, міне осы жерден бастағанымыз, ол біздің не деп аталады? Нулевой круг деп атайды орыстарда, мысалы, нөлдік. Бұл бізде қазір осыны бір айналып шыққаннан кейін 42 рядты оқимыз. Бұл оған кірмейді. Жай жаңағыдай мына жердегі двойной петляны, мына жердегі двойной петляны, соның барлығын біріктіру мақсатында айтылады. Сондықтан жай ғана біріктіріп тоқып шығамыз. Мына жердегі двойной петляны кәдімгідей оңға аламыз. Және мына жердегіні оңға аламыз да, сосын осы жерде кездесеміз. Яғни біз қазір былай барамыз. Біреу полный айналып шығамыз, мына жердегіні тоқимыз. Сосын мына жерде қайтадан кездесеміз. Тағы айтайын. Былай барамыз, маркерге дейін келеміз. Мына жердегі екеулік қос ілмекті тоқып аламыз, сосын қайтып айналып келеміз. Мына жердегі жаңа қос ілмек шықты ғой, оны тоқып аламыз. Сөйтіп осы жерде стартта кездесеміз. Финишта, то есть. Олай болса, сіздермен тоқып берейін. Осыны тоқып болғаннан кейін жаңағыдай бір рядты 42 ряд, 42 қатар жай осылай тоқимыз. Тек қана осылай ешқандай қосу алу ештеңе керек емес. Жай ғана бір осындай биіктікте тоқып шығамыз. Мінеки біз 42 қатар тоқып алдық. Міне біз тоқып бастаған жеріміз, содан бастап осы жерге дейін 42 қатар тоқимыз. Бұл бізде міне арты және алды. Алды жаңа біз тоқыған жеріміз міне осындай болады. Енді бұл алды жаңағы начало ряда, яғни қатардың басы арты болды. 42 қатарды есептегенде, мысалы, сіздер санаған кезде шатысып қалсаңыздар, счетчик рядов деген болады. Соны алып алуға болады, немесе былай санайсыздар. Мысалы, мына маркердан кейін міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сияқты мынандай көлденең сызықтармен санап шығасыздар. Сөйтіп біз 42 қатар тоқып болдық, және бастапқа келдік. Біз басында жаңағы алған 54-54, так, 108, 108 ілмегімізді екіге тең бөліп аламыз. Бұл бізде 54-54 болады. Міне, бұл бізде қатардың басы, не былай басталады ғой, қатардың басы болады. Мұнадан, мына жерге дейін 54, бізім ұзын болғандықтан осылай бөліп алдым. Және бұдан айналған кезде тағы 54, яғни теңге бөліп аламыз. Сөйтіп бөліп алғаннан кейін ары қарай не істейміз? Біз енді ластовица деген тоқимыз. Ластовица дегеніміз жүргекке арналған орын, ол да аяғы басталмас бұрын, мына жерден бастағанда бізде ары қарай уже санын тоқимыз ғой, міне. Мында екі саны кетеді ары қарай, былай. Сол кезде екі ортасына сәл анау қозғалған кезде қыспас үшін тағы осындай сәл орын тоқып жібереміз. Ол ластовица деп аталады. Соны енді тоқу үшін бұл бізде начало ряда, яғни рядтың басы. Енді бұны алып жоғары көтерсек болады. Қазір. Так. Дұрыстап жіберейік. Так, бұл бізде қатардың басы, иә. Енді бізге маркер орнатып алу керек. Маркер орнатып алу керек. Өйткені біз сол маркердің жанында прибавка, яғни ілмек қосамыз. Ілмек қосып отырамыз. Бізге барлығы 12 ілмек қосу қажет. Оны қалай қосамыз деген кезде біз міне қараңыз. Так, былай істейміз. Міне, бұл басы, иә, қатардың басы. Сол жерге маркерді ілеміз. Міне, біреу, екеу. Так, былай істесек болады. Біріншісін былай жасаймыз. Маркердің алдында
міне қараңыздар, бірінші бізде қазір маркетті қоятын боламыз. Бірінші біз прибавка с наклоном вправо, яғни оң жаққа қисайып тұрған прибавка ілмек қосамыз. Ол үшін міне қараңыз, былай ілеміз. Мына ұзын жағы артында тұрады, қысқа жағы бер жағында тұрады. Соны былай аламыз да, қысқа жағын міне бүйтіп іліп аламыз. Іліп аламыз, е? Міне, іліп аламыз. Так, мен қазір онда маркерді, бұл маркерді, сары маркерді қойып қоямын, мысалы. Шатыспау үшін жаңағы. Бұл бізде бастапқы рядтың қатардың басталуын білдіреді, осыны қойып қоямын. Міне, қойып қойдым. Міне, бір прибавка жасадық. Енді прибавка жасағаннан кейін біреуін міне тоқып аламыз. Енді ортасында тұратын маркерді саламыз да. Так, ортасында тұратын маркерді саламыз. Енді тағы прибавка жасаймыз. Ол прибавка бізде қалай болады? Жаңағы қарама қарсы, яғни жаңа біз былай ілген болсақ, міне осылай ілген болсақ, қысқа жағын. Енді наоборот, қысқа жағын былай артына ілеміз. Сол кезде қалай болады? Міне осындай болады. Және бұны міне арт жағынан ілеміз. Кішкене қолмен көмектесіп жүрсеңіз де болады. Осылай ілеміз. Болды, прибавка қосылды. Енді әрі қарай тоқи береміз. Яғни бұл бізде қатардың басы. Қатардың басынан кейін прибавка қосамыз да, міне. Мынау прибавка қосқанымыз, қосылған ілмек. Мынау негізгі ілмек біреуі маркердің алдындағы, одан кейін тағы міне прибавка. Яғни мынау жерді қатардың басын сіз өзіңіз үшін ғой, айналған кезде шатысып кетпеу үшін. Міне, маркердің алдындағы бұл негізгі. Бұл негізгі. Немесе егер шатысып кетем десеңіз, бұл негізгі ілмекті осылай екі маркермен қоршап қойсаңыз болады, шатысып кетпеу үшін. Міне. Сонда мынау сізде қатардың басы, бұл енді өзіңіз үшін негізгі шатыспау үшін. Ал мына екі маркердің ортасындағы бұл бір ілмек, который қосымша. Ал шетіндегілер бұл біздегі прибавкаларымыз. Сөйтіп ары қарай жүре береміз. Ары қарай келеміз де. Ары қарай кете береміз. Мынау басына дейін барамыз. Осы жерден тағы да қосымша бізде прибавка, яғни қосымша қосылады. Бізде бұл ластовица дегеніміз екі жағынан да тоқылады. Ар жағынан 6 ілмек, бер жағынан 6 ілмек болады. Сөйтіп 12, общий 12 ілмек болу керек. Бірінші қатар тоқып жатырмыз. Басы бізде мынау, міне тұрған. Мынау. Бізге тағы онда екі маркер қажет болады тағы да. Негізі бір тоқып алсаңыз түсінікті жүре бересіз. Просто мен сіздерге де түсінікті болу үшін қазір маркермен қоршап көрсететін боламын. Қазір мына жерге дейін тоқып, келесі аяққа дейін күте тұрыңыз, е? Так, мінекей біз енді екінші аяққа келдік, е? Бұлар бүйтіп сосын өзара былай қосылады ғой. Міне бізде бастапқы қатардың басы болды, былай айналдық. Сосын мынау екінші жартысына келдік. 54-ті бір тоқыдық, бірінші 54-ті, енді екінші 54-ке келдік. Мен түсінікті болу үшін екінші 54-ті, яғни екінші бөлігіміздің басын осындай маркерге кесіп қоямын тағы да. Және жаңағыдай тағы да қосатын боламыз. Ол үшін бірінші прибавка жасаймыз. Дәл жаңағыдай болады. Так, қоса берсеңіздер болады, жайлап тартып. Так, өйткені өлшеп алдық қой мына жерде уже. Қараңыздар, мынау уже қосылып кетті, шеңітпейді бұл. Өйткені бізде маркер тұр, олар шатыспайды, иә? Енді қараңыздар. Жаңағыдай, дәл жаңағыдай басталды. Басталғаннан кейін міне басталғаннан кейін бір прибавка жасаймыз. Оңға с наклоном вправо. Ол қалай? С наклоном вправо дегеніміз міне қысқа, осылай міне
екі ортасындағы бар ғой, міне екі ортасындағы жіпті былай аламыз да көтеріп мына жерге қоямыз. Міне қысқа жағы қалды бізде, қысқа жағы бізге қарап тұр. Соны аламыз да қысқа жағын осылай тоқып аламыз. Енді біз маркер керек. Маркер болмаса осылай жіптен түйіп алсаңыздар болады. Мен түйіп алдым, міне түйіп алдық. Енді бір петляны просто өзін тоқимыз. Бүйтіп тоқимыз. Так, бүйтіп тоқыдық. Біреуін ғана тоқыдық. Бұл бізде негізгі болады. Бұны жай тоқимыз. Одан кейін тағы да маркерді іліп қоям. Ол не үшін іліп жатыр маркерді? Мына ортасындағы негізгі ілмекті жоғалтып алмау үшін. Яғни, мына маркердің алдында оңға прибавка жасаймыз. Мынаны негізгісін тоқимыз. Сосын мына маркерден кейін керісінше прибавка жасаймыз. С наклоном вправо бірінші, сосын екінші с наклоном влево. Оның айырмашылығы, жаңа мысал біз бүйтіп қойдық қой, с наклоном вправо дегенде міне просто бүйтіп қойдық. Қысқа жағы бер жағында болды. Енді маркерден кейін с наклоном влево, яғни мына ұзын жағын алдына қоямыз. Міне. Сосын артындағы бүйтіп қолмен көмектесіп жібереміз де бүйтіп іліп аламыз. Болды. Прибавка жасалды. Сосын ары қарай тоқи береміз. Бұл бізде прибавкамен тоқылған бірінші қатар болып саналады. Сөйтіп келесі осылай тоқи береміз дағы, мына жерге келеміз. Бірақ прибавканы қалай істейтінімізді түсіндірейін. Міне яғни бізде міне арты ғой, бұл арты начало ряда болады. Бұл жерде неге үш маркер тұр дегенде, бұл сап-сары, яғни маркер жаңа қатардың басы деген білдіреді. Одан кейінгісі маркердің алдында прибавка жасаймыз. Сосын маркердің ішіндегі біреу тұр ғой, міне. Маркердің ішінде біреу тұр ғой. Міне мынау біреу. Маркер былай кетіп тұр, міне. Маркердің ішіндегі біреудің өзін тоқимыз, және маркерден кейін прибавка влево. Сонда мына петляның алдында және артында прибавка қосып отырамыз. Артында, яғни мына алды жағы ғой, ол жақта да солай. Міне. Тартатын болсақ, түсінікті болды. Міне қараңыз. Бұл келесі жағындағы бастапқы деген сөз, бұл маркер. Міне. Мына жерде маркердің алдында прибавка, ортасы және мына маркерден соң прибавка. Түсінікті ғой, маркердің алдын прибавка с наклоном вправо, маркер өзі тоқылады, одан кейін маркердің ішіндегі петля өзі тоқылады, одан кейін маркерден кейін тағы прибавка влево. Солай тоқимыз. Бірақ каждый рядты прибавка жасамаймыз. Мысалы, оны түсіндіріп берейін. Міне қараңыздар. Бізде жаңағы прибавка жасағанымыз бірінші ряд болды. Ол прибавкамен. Міне, тоқылды, ол бірінші ряд прибавкамен тоқылды. Енді екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар тоқылады жай. Бесінші қатар жай тоқылады. Және алтыншысында прибавка болады. Прибавка. Мына жай тоқылады, кәдімгідей тоқып бересіз. Мына прибавкаларыңызда барлығы оң болады. Барлығы оңмен тоқи бересіз. Барлығын бүйтіп оңмен прибавкасыз тоқи бересіз. Мына прибавкамен. Сосын тоққаннан кейін белгілеп аласыз да, сосын 7-шісі, 8-шісі, 9-шісі, 10-шісі тоқылады, міне. Мынау сияқты. Және 11-шісінде сізде прибавка болады. Болды. Сонда сізде бір рет прибавка, так, фокусировка, екі рет прибавка, үш рет прибавка болады. Сол кезде сізде барлығы прибавкалармен қосқан кезде 6 болу қажет. Және артында келесі жаңағы арты бар ғой, сода да 6 болу қажет. Сонда сіз міне мынаны тоқып болдыңыз, келесі жай тоқисыз, жай, одан кейін прибавка жасайсыз. Дәл жаңағыдай, міне қалай жасайсыз прибавканы? Ортасында мынандай негізгі петля тұр, осылай жасап қояқ, негізгі. Сосын мына жерде бір маркер тұр, мына жерде бір маркер тұр. Арты дәп-дәл солай. Мына маркердің жанына келген кезде прибавка жасайсыз. Мына начало ряданы мен белгілеп қойдым маркермен, оған назар аудармайсыз. Мына маркерді көресіз, прибавка жасайсыз. Прибавка жасайсыз. Негізгіні тоқисыз, маркерді қоясыз, маркердің өткеннен кейін тағы да прибавка жасайсыз. Қосымша. Негізгі мағынасы түсінікті ғой деп ойлаймын, прибавканың. Осы есіңізге сақтап алсаңыз болады.
Сосын мен мысалы тоққан кезде прибавка кезінде мысалы екінші қатарды тоқимын, сызып тастаймын, үшінші қатарды тоқимын, сызып тастаймын, төртті тоқимын, сызып тастаймын, бесті тоқимын, сызып тастаймын, алтыда прибавкаға галочка қоямын. Сөйтіп, а то шатысып кетуіңіз мүмкін. Енді міне 11-ші рядқа прибавка жасайсыз. Сосын 12-ші және 13-ші қатарды жай тоқисыз. Міне сізде 11-ші рядта прибавка жасап, 12-шінде 13-шіні жай осылай тоқып шығасыз. Мысалы обычный тоқыдыңыз ғой прибавка. Сөйтіп, яғни сіз қазір 2-ден бастап 13-ке дейін 12 қатар тоқу керексіз өзіңіз. Прибавканы түсінікті айттым деп ойлаймын. Түсініксіз болса комментарийға жазсаңыз, мен ары қарай бөлек видеомен түсіндіріп беремін. Міне осылай скриншот жасап алсаңыз болады. Міне 2-ден бастайсыз қазір өзіңіз и 13-ке дейін общий 12 ряд тоқып шығасыз. Мінекей біз 12 қатар тоқып болдық. Міне бізде 3 қалды. Қазір біз сіздермен бірге тоқимын. Белгілеп қояйық. Міне 13 қатарды тоқыдық деп. Бірден бастап 13 қатарға дейін 12 қатар тоқыдық. Енді бізде мынау рядтың қатардың басы, соған келе жатырмыз. Міне мынау соңғы ряд, мынау соңғы 13-ші қатар алдық. Енді міне қараңыздар, бұл маркерді алып тастаймыз. Біз қазір енді әзірше алып тастаймыз. Сосын біреулеміз. Қараңыз, маркермен ортасындағы бар ғой, екі маркердің ортасындағы. Соны санаған кезде бізде 6 шығу керек. 1, 2, 3 ортасындағы, 4, 5, 6. Так. Так, 3 маркер. Міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы 6-ын қосымша жіпке аламыз. Қосымша жіпке іліп аламыз. Бұл бізде ластовица деп аталады. Ол үшін бізге қосымша жіп, крючок қажет. Қазір крючок, жаңағы өзіміздің қолданған қайшы, және қосымша жібіміз қажет. Так, қосымша жібімізді алдық. Крючогымызды осынша қысқалауға баласыз ғой. Енді мынау 6 ілмекті мынау жіпке іліп алу қажетпіз. Ол үшін ілмекті алып, міне жай ғана біреу. Так, тартамыз. Қысқа жағын іліп аламыз. Шығып кетпеу керек қой, главное, ұстап тұрса болды, бізге. Негізі басқа ша ілуде әдістері бар, бірақ негізі осы крючокпен ілгенді пайдаланған сенімдірек. Міне, біреу алдық. Келесі 2. Маркерді алып тастайық. 3. Маркерді алып тастаймыз. Так, бізде неше болды? 3 болды. Мені қараңыздар. 3. 4. 5. 6. Бұл бізде ластовица, Енді бер жағынан 6, ар жағынан 6 алуға жетпіз негізінде. Енді болғаннан кейін мынаны бетіп, міне, бір бос ілмек арқылы тартамыз. Бос ілмек арқылы тартып болғаннан кейін, ұзындау болса қиып салсаңыз болады. Болды. Міне, мынау 6-ы. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл ластовицаныкі. Енді біз бұл жерде екі санын бөлек аламыз, бөліп аламыз, то есть. Міне, мынау жаңа ластовицаға арналған орын, бір саны және екі саныға бөліп аламыз. Енді біз мысалы мына жерде тоқып келе жатырмық қой, міне тоқып келе жатырып, тоқтадық та ластовицаны бөліп алдық. Енді мынау 54 петля болу керек. Сол 54 ілмекті тағы бөліп аламыз. Бөлек алып қоя тұрамыз. Негізі қосымша неге де так.
қосымша бізге де алып қоюға болады бөліп, бірақ олай ары қарай жұмыс істеген кезде біздің іс тарсылдап кетеді. Сондықтан осы сияқты, міне осы сияқты ілмекке де алып қойсаңыз болады, немесе тек қана жіп өткізіп қана алып қойсаңыз болады. Мен негізі көбінде тек қана жіпке өткізіп қана ала салам. Қазір көрсетемін сіздерге. Мінекей осындай жуан көзді инеге өткізіп аламыз жібімізді. Және дәл спицы сияқты пайдаланып, мысалы спицы пайдалансаңыз, ол ары қарай тарсылдап кетеді. Сондықтан осылай мен инеге ғана іліп ала берем. Жіпке, то есть, жіпке іліп аласыз қосымша. Сосын байлап қоя саласыз, одан кейін келесі бізбен жұмыс істей береміз. Бізде 54 болу керек барлығы міне. Осылай іліп аламыз да, соңында байлап қоя саламыз. Мен осылай жасаймын негізінде көбінде. Мына ластовицаны да солай істесеңіз болады. Бірақ мен әдейі сіздерге жаңағы түсінікті болу үшін осылай да жасауға болады деген сияқты. Мысалы осылай істеу көбінде может кейбіреуіне ұнамауы мүмкін. Бірақ мен өзім барлығында осылай жасаймын. Бұл жеңілірек, тезірек болады. Елу төрт жасап аламыз осылай. Мына қараңыз, мына маркерге дейін жасайсыз ғой. Мына маркерден, мысалы, ортасына санағанда біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мына осы жерге дейін жасайсыз. Мынау алтауын бөлек жіпке іліп аласыз. Өйткені ол да жаңағы ластовицаның жартысы болып саналады, 54 ілмек іліп алыңыз, содан кейін кездесеміз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне осы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осыларды қалдырдық. Так, алтау болу үшін үшеу, ажаннан үшеуді, екеу, үшеу. Енді мұны біз бірінші байлап алайық. Байлап алайық, одан кейін үзе саламыз. Байладық та үздік, міне. Үздік. Енді бұл бізде саны бөлек алынды. Саны бұл саны. Енді қалған мынау нені ластовицамызды. Так, бұны ішіне кіріпті. Мына 6 петляны бөлек іліп аламыз. Мына жаңа инемізді аламыз. Біреу, екеу. Маркерімізді алып тастаймыз. Үшеу, маркерімізді алып тастаймыз. Енді тағы үшеу аламыз. Үшеу алдық. Болды? Алып тастағаннан кейін мына. Бұны да жеке байлап аламыз. Жеке байлап аламыз. Жеке байлап алдық. Енді артығын қиып тастаймыз. Сонда міне бізде қалай болды соңында да қорытындысында міне мынау 6 ілмек артқы ластовица, міне тағы ластовица алтау, мынау саны бөлек. Сонда бізде жұмысымызда рабочий спицада тек бір санының ілмектері қалды. Мұнда 54 ілмек. Әрі қарай не істейміз?